Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін 52-ші сабақ лепті сөйлем. Сен бұл сабақта сөйлем түрлерін анықтап, тиісті тыныс белгісін қоямын және түрлі дерек көздерден мәліметті таба алатын боласың. Енді оқушылар 6-шы жаттығуға назар салайық. Бұл жерде өлеңді мәнерлеп оқуымыз қажет. Маралдың сұрақтары. Таңертеңмен ойнайтын, ойынға бір тоймайтын. Марал деген баланың сұрағы жоқ қоймайтын. Жаңбыр қалай тұрғиып, неге сыйды күн күйіп, аспан неге көкпеңбек, таулар неге тым биік. Осылайша апасын, анасы мен атасын шаршатады қарасаң, бір қызыққа батасың. Авторы Қайрат Жұмағалиев. Енді бізге осы өлеңге байланысты тапсырмалар берілген. Мәтіндегі қарамен жазылған сөйлемдер қандай? Маралдың сұрақтары. Жаңбыр қалай тұрғиып, неге сыйды күн күйіп, аспан неге көкпеңбек, таулар неге тым биік. Енді осы сұрақтардың жауабын дерек көздерден іздеп көр. Жауабын жаз. Ал осы сұрақтардың жауабын табайық. Жаңбыр қалай тұрғиып. Бұл сұрақтың жауабы бұлттан бөлініп жерге түсетін атмосфералық сұйық тамшыларды жаңбыр деп атаймыз. Неге ысиды күн күйіп? Күн қызған газды шар, планетамызға ең жақын орналасқан жұлдыз болғандықтан бізге жылу береді. Аспан неге көкпеңбек? Күн сәулесі шығаратын толқынның ұзындығы мен атмосферадағы сәуленің шашылу қарқындылығына байланысты аспан көк түсті болады. Таулар неге тым биік? Жердің табиғи биіктіктері әртүрлі күштердің әсерінен биіктеуінен тау пайда болады екен. Енді келесі 7-ші жаттығуға назар салайық. Сөйлемдерді көркем жаз. Ағаштың бұтақтарын сындырма, гүлді жұлма. Жазған сөйлемдердің қандай сөйлем екенін айт. Оқушылар, соңындағы тыныс белгіге назар салайықшы. Бұл қандай тыныс белгі? Дұрыс айтасыздар. Бұл ілеп белгісі, яғни бұл бізге берілген сөйлем, ілепті сөйлем. Сурет бойынша мәтін құрастырып жаз. Суретке қарап не айтуға болады? Құрастырған мәтініңде ілепті сөйлемдер болсын деген. Ал олай болса бірге мәтін құрап көрейік. Қыстың бір әдемі күні, бала шанаға отырып, қар бетімен тез сырғанап келеді. Ит қуанышпен оның соңынан жүгіріп келеді. Алыстағы үйлер мен ағаштар ақ қарға көмкерілген. Бала күліп, қандай керемет деп айқайлады. Анда-санда жел тұрып, салқын ауа беттерді шымырлатады. Бірақ бұл ойынға кедергі емес, барлығы бақытты, қыстың рахатын тартуда. 9-шы жаттығу. Көп нүктенің орнына сұрау не ілеп белгісінің тиістісін қойып өлеңді мәнерлеп оқы. Не жомарт, кім жомарт? Не жомарт, жер жомарт, адам затты асыраған. Не жомарт, күн жомарт, жерге нұрын шашыраған. Кім жомарт, ұстаз жомарт, бар балаға тәлім берген. Кім жомарт, батыр жомарт, халық үшін жанын берген. Оқушылар, сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Осы каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.